Ассалаумағалейкум баршаңызға, менің атым Ертай. Бүгінгі видеода мен қалай мобильді қосымша арқылы ақша табуға болады, ол арқылы ақша жасаудың қандай тәсілдері бар, қандай тәсілдері қолданылып жүр, сол туралы толық ақпарат беретін боламын. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыз. Бірінші осы видеоға лайк басыңыз, енді негізгі ақпаратқа көшейік. Егер сіз бағдарламашы болатын болсаңыз, мобильді қосымша жасайтын айталық Android-қа немесе iOS сияқты операциялық жүйелерге көптеген компаниялар болсын, жеке тұлғалар болсын, сондай жасаумен айналысатын, дәл қазіргі уақытта олай ақша табудың 3 тәсілі бар. Мен соған жеке тоқталайын. Бірінші, ақылы түрде сату. Мысалға, Play Marketке кіріп қарайтын болсаңыз, қосымшалардың 90% тегін. Дегенмен ішінде ақылы қосымшалар бар. Мысалға алатын болсақ, енді кез келген жазып көрсеңіз болады, бір 300 теңге тұрады, 400 теңге тұрады, 500 теңге тұрады, 1000, 2000 теңге тұрады, сондай ценада. Кейбіреулер мен көрдім, сондай мобильді қосымшалар бағасы 300 теңге болады. Мысалға, бірақ жүктелім саны 10 мың, 100 мың, тіпті 500 мың, миллион рет жүктелгендерде бар. Енді сол ценаға жүктелім санын көбейтіп қараңыз. Сол кезде негізгі түсетін табысы шығады. Әрине, белгілі бір жағдайларға байланысты өзгерген болуы мүмкін. Дегенмен, бұл да жұмыс жасайтын тәсіл. Дәл қазір, егер iOS қолданатын болсаңыз, App Store'ды ашып, немесе Android қолданатын болсаңыз, Play Market'ті ашып, ақылы мобильді қосымшаларды қарап көріңіз. Кейбіреулер 10 рет мысалға жүктелген, яғни 10 рет сатылды деген сөз. 500 теңге болса 10 рет сатылды. 100 рет скачивание болса, демек 100 рет сатылды. 10 мың рет жүктелген болса, демек 10 мың рет сатылды деген сөз. Яғни бұл жұмыс жасайды. Бұл модельде қазіргі нарықта осы қолданылады. Екіншісі, бұл жарнама орналастыру. Бұның жұмыс істеу принципі мынадай. Мен айталық бір кез келген мобильді қосымшаны жасаймын, ол тегін ақылы түрде сатылмайды. Play Market'тен немесе App Store'дан тегін жүктеп алуға болады. Бірақ оның ішінде жарнама тұрады. Мысалға, көптеген осы мобильді қосымшадан өзіңіз көрген боларсыз, жүктегеннен кейін астында жыпылықта бір жарнама шығып тұрады. Немесе бірдеңені қарап отқан кезде жып етіп бүкіл экранға бір жарнама шығып кетеді. Оның бәрі осы жарнама орналастыру. Яғни сол жарнамаға орналастырғаннан кейін сізге ақша түсе бастайды. Мен осы модель тексеріп көрдім. Менде нақты қанша түсті, мен не жасадым айтқым келмейді. Бұл тек мобильді қосымша жасайтын программистердің, яғни IT саласы мамандарының санын көбейту мақсатында жасалып отырған мотивациялық осындай видео деп атайын жарайды. Бұл модельді мен қолданып көрдім, шынымен жұмыс жасайды. Мен картаға тіпті ақшаны шығарып көрдім, ұстап көрдім, солай айтатын болсақ. Яғни бұл жұмыс жасайтын тәсіл. Бұның минусы, бұл жерде сіз жарнаманы орналастырасыз, бірақ сізге көрсетілім санына төлемейді. Жарнамаға қанша адам үстін басты, соған сай өзінің жаңағы ақшасын төлеп отыр. Яғни центтен бастап, күніне мысалға бір 100 клик болуы мүмкін, 200 мың клик болуы мүмкін. Енді скачивание санына байланысты, жүктелім санына байланысты, және жарнаманың қызықтылығына байланысты бұл әртүрлі болады. Нақты, мысалға сізде 1000 жүктелім болатын болса, нақты қанша түсетінін айту өте сондай қиын. Одан кейін үшінші, бұл да өте көп қолданылатын тәсіл, және көптеген компаниялардың негізгі табысы осы үшінші деңгей бойынша анықталады негізі. Бұл ақылы контент. Айталық, бір мобильді қосымша бар, оның ішінде жарнама жоқ. Бірақ бір керемет мобильді қосымша белгілі бір жұмыстарға арналған. Оның тегін нұсқасын қолданасыз, дегенмен про версиясы бар соның. Про версиясында полный функциясы бар. Сізге қажеттінің. Немесе ол мобильді қосымшада жарнама жыпылықтап шыға береді, ол жарнаманы ақша төлеп, былай мысалға 3-4 доллар төлеп өшіріп тастауға болады. Бұның бәрі ақылы контент болып есептелінеді. Бұл қалған модельге қарағанда өте жақсы жұмыс жасайды. Мысалға, сіз прямой сататын болсаңыз, жарнаманы онда жүктелім саны әлдеқайда төмен. Ал егер бірінші тегін нұсқасын жасап, одан кейін про версиясын жасайтын болсаңыз, адамдар тегін нұсқасын қолданып көреді, және одан кейін барып сізге жаңа ақылы нұсқасына ақша төлейді деген сөз. Яғни бұл екі сатылы сату жүйесі, фронтенд және бэкенд деп атасақ та болады. Сондай сату жүйесінде де сондай түсінік бар, және былай программистерде сондай түсінік бар. Енді бұл ақылы контентті қандай түрі бар? Бір реттік төлем. Бұл дегеніміз мынадай. Ақылы мобильді қосымша бар, соның про версиясын аласыз, сол бір реттік төлем болып есептелінеді. Мысалға, менің телефонымда қазір сондай бір қосымша бар, атын айтпай-ақ қояйын. Мен оны тегін жүктеп алдым, бірақ шектеулер бар екен. Одан кейін бір қанша бір емес, тіпті бірнеше мобильді қосымша бар, менде сондай. Одан кейін мен про версиясына өзгертіп алдым, ақылы түрде, яғни Play Market арқылы. Сол кезде мен бір реттік төлем ғана төледім.
Одан кейін бұл енді бір рет қана төлейді, сондықтан екінші жүйеге қарағанда бұл тиімсіздеу. Тұрақты төлем бұл дегеніміз бір мобильді қосымша, сіз соны қолданғаныңыз үшін жылына, айына немесе бір 90 сайын белгілі бір көлем бойынша төлем жасап отырасыз. Бұл осы жердегі аталған тәсілдердің ең жақсы, сондай ең тиімсіз себебі тұрақтылық бұл өте жақсы деген сөз. Бірақ бұл үшін өте бір жақсы сондай керемет дүние жасауыңыз керек. Яғни ай сайын сондай төлеуге бір себеп болатындай, айталық бір оқытуға арналған бірдеңе немесе сол сияқты бір ақылы қызмет көрсететін, халықтың қандай да проблемасын шешетін сондай жүйе жасауға керек. Дәл қазір осы видео жасалған уақытта атауға болатын тәсілдер осы. Егер видео ұнаған болса, онда каналға жазылыңыз, және сұрақтар болатын болса, осы видеоның астына жазып қалдырсаңыздар болады.